бізде енді темір жолға барамыз. Темір жол міне тоже алдымыз кең, жолымыз алып барып бұрыламыз, резко бұрмаймыз. Тоже жайлап тормозбен бұрыламыз ару. Міне темір жолға тоқтаған кезде мына светтің стойкасы тұр ғой, міне соған оң жақтағы айна қарама қарсы келгенде тоқтаймыз. Екі рет тоқтауға болмайды, бір рет келіп тоқтаймыз. Міне ару қара. Осы айна мына стойкаға келгенде қарама қарсы тоқтаймыз. 5 секунд сана. 3, 4, 5 кеттік ал. Енді мына темір жолдан өткеннен кейін бізде ұзын жол. Поворот жағамыз, тоже алып барып бұрыламыз, жол кеңдеу. Бұл жерде енді кішкене шамал газ басуға болады бізге. Өйткені біз уақытымызды үнемдеуіміз керек ема. Қатты баспаймыз, шуылдамаймыз, спокойно 20-дан асырмаймыз. Міне бүгін біз Атыраудың автодромында, міне полосаны баспаймыз. На полосаларды бастыңыздар ма, бірден 100 балл береді сол. Сол себептен машинаның ортасымен, жолдың ортасымен жүру керек. Тапсыратын кезде таспақа құсап тапсыру керек, таспақа құсап жүру керек машина. Полный үлгересіздер. Тек парковкаға тұрып қалмасаңыздар, а так бәріне үлгересіздер. Поворот жағамыз тоже. Тоже алып барып бұрыламыз, кең жолымыз. Жол үлкен ғой мына жерде кішкене. Жақындап келіп бұрылма. Енді бізде поворот қайқа көрсетіп тұр? Солға қарай көрсетіп тұр да, солға қарай бұрыламыз. Біз енді параллельный парковкаға барамыз. Параллельный парковка 3 болады тоже. Біз барып ортасына барып қоямыз, хорошо? Ортасына барып қоя береліп. Ұшып шыққан екен ғой. Иә. Мана ұшып шықтың. Міне енді қара. Біз параллельный парковкаға келгенде оң жақтағы айнаны қарап отырамыз. Жақын келеміз, полосаны баспаймыз, бірақ кішкене ару. Міне оң жақта полосада міне сары сызық пайда болады ка бізде. Ортасына қойып жатырмыз біз. Міне сары сызық пайда болғанда, сай пайда болды. Енді ақ сызық пайда болғанда, құттай шетін көрдің бе, ақ сызықтың резко тоқтап қаласың, қара міне. Стоп болды. Міне қарашы, ақ сызықты көріп қалдың ба, уже тоқтайсың резко, иә? Давай, жақсы. Бірінші поворотник. Поворот жақ. Ту, нен жақ деген, аваринка жақ деген бәсе. А мен шатасып жатырмын. Аваринка, скорость, рульді бұрасың оңға қарай. Енді арт жаққа қарай жүргенде өз жағыңдағы дөңгелек, өз жағыңнан, сол жақтағы айнадан артқы дөңгелекті қарап отырамыз. Артқы дөңгелек, ана жердегі, мына жердегі сары сызық бар ғой міне. Сары сызыққа шамал жетпей тұру керек ені. Құттай шамал жетіп үстінен баспайсыңдар, алыс тұрмайсыңдар. Болды мына ару. Міне шамал жетпей тұрғанда тоқтаймыз артқы дөңгелекпен сары сызыққа. Сосын рульді до конца солға бұрыптаймыз. Енді оң жақтағы айнаны қараймыз. Міне. Қара міне әдемі келіп жатыр. Мына сары сызықтың углын көргенде өз тоқтаймыз болды. Мына сары сызықтың углын көргенде өз тоқтап қаламыз. Әдемі басып тұр дөңгелек, міне көрдіңіздер ме? Енді шығамыз, 5 секунд санаудың қажет жоқ. Аваринканы өшіресің, неге саласың, поворот жағасың. Рулің осы күйде тұра береді, шығып кетесіңдер. Арғы полосаға түсеміз, басын шығарып алып, рульді бұра бастайсың міне. Міне. Енді бізде светофор қызыл болса тоқтаймыз, жасыл болса жүреміз, білесің ғой оны. Поворот бізде қайқа көрсетіп тұр? Оңға қарай көрсетіп тұр. Оңға бұрылғанда резко бұрмайсың, кетіп жүре бер. Поворот жағамыз. Басымызды құттай шығарып барып, мына пешеходқа тоқтаймыз, 5 секунд. Тоқтаймыз, 5 секунд сана. 4, 5 кеттік. Рульді бұра бер. Арғарай шығып кетпе, бір рульді. Рульді дүзейсің кері өзіңе қарай. Поворот жағасын, оңға қарай бұрыласың мені. Бұрыла бер. Сенің ең кіші жоқ қода маған? Қода. Енді мен мына жерге финишке келдік. Финишке келгенде поворотты оңға жағасың. Бірақ біз солға бұрыламыз, Болды достар, осылай мені. Вот бізде бүгін бітірдік. Осылай.